Сәлеметсіздер ме? Мен Бірлік орта мектебінің 9 сынып оқушысы Ернар Шалқар боламын. Менің бүгінгі сіздерге айтатын тақырыбымның атауы заманауи фотожанр және де мобилография. Жалпы мобилография дегеніміз бұл кәсіби фотоаппараттың көмегіне жүгінбей, сандық камерасы бар электронды құрылғыларды қолдану арқылы сапалы бейне жасайтын фотосурет түрі. Негізінен мобилография әлемнің түкпір-түкпіріне тұратын әртүрлі тілдерде сөйлейтін адамдар арасында байланыс құралы ретінде өте маңызды. Суретке түсірген адам өз эмоцияларын, сезімдерін, көңіл-күйлерін жеткізуге тырысады. Алайда, әзірге көптеген адамдар бұл жанрға күмәнмен қарап өнер деп есептемейді. Соған қарамастан, техникалық құралдар жетілдіруде, мобильді фотографияға арналған құрылғылардағы камералардың сапасы жақсаруда және де жақында тіпті жоғарғы сапалы бейнежазбалар жасауға болады деп ойлаймын. Жалпы мобилография бұл бізде фотоөнердің жаңа жанры болғандықтан, осы тақырыпқа байланысты мен мобилография бойынша киноэффект замедленно және де таймлапс ұялы телефонның камерасының функциялары арқылы өткізілген жұмыстардағы видеомонтаждардағы жиынтығымды көрсете аламын. Жұмыс барысында жасалған істерді түсіндіріп кететін болсақ, яғни мен өз тәжірибемде ең алдымен өзімізге керекті қарапайым көкөністер, үйге керек заттарды арнайы сапасы жақсы, камерасы анық, әрі қанық түсіретін ұялы телефонмен түсірдік. Алдымен керек затты алып, оған арнайы фон дайындадық. Телефонның камерасын қосу арқылы камераны жақындатып, камераның ішіндегі замедленно жүйесін қосып іске асырдық. Сондай-ақ CorelDRAW графический редактор функциясы арқылы көлеңке қою жасадық. Әрқайсысына әртүрлі эффекттер қолдану арқылы оны InShot приложениесі арқылы коррекция жасап өңдедік. Жалпы қазіргі таңда осындай бұдан да сапалырақ жұмыс жасауға болады. Қазіргі таңда көптеген клипмейкерлер, әншілер өздерінің имидждік роликтерін сол кезде белгілі телефон маркалары арқылы түсіре бастаған. Сонда мобилография Америкада 6 жыл бұрын болғанын біле аламыз. Ал бізге бұл саланың келіп жатқанына көп бола қойған жоқ. Мұның болашағына зор деуіміздің тағы бір дәлелі қазіргі уақытта YouTube, Instagram, TikTok сияқты және басқа да әлеуметтік желілердегі контенттердің 80-90% телефон арқылы қаралады. Бүгінде телефонмен түсірілген видеолар кәсіби камераға түсірілген жұмыстарға қарағанда арзан әрі танымал болып келеді. Әрине, телефон кәсіби камераға қарағанда жетпейді, оны алмастыра алмаймыз. Дегенмен смартфон үнемі қалтаңызда болатындықтан онымен видео түсіру де қолжетімді болады деп ойлаймын. Және бұған менің жасаған тәжірибем дәлел бола алады. Қорытындылай келе, алдағы жылдары мобилографияға деген сұраныс артып, ары қарай дамиды деген ойдамын. Себебі қазіргі уақытта Apple, Samsung сияқты алпауыт компаниялар телефон өндірісінде оның камерасына 80%-ға дейінгі басымдылық беріп, монтаж жасауға арналған процессорлық және де оперативтік күшіне де зор көңіл бөліп жатыр. Сонымен қатар, менің де алға қойып отқан мақсатым болашақта саяхатқа шығып, табиғатты түсіріп, зәулім ғимараттардың әсемдігін сапалы камера арқылы халыққа көрсету және де сол арқылы осы мобилография бағытын дамытуда өз үлесімді қосу болып табылады. Назар бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.